Сөз басында бірден айта кетелік, Өзбекстандағы референдумның қорытындысы бойынша енді Өзбекстан президенті бұрынғыдай 5 жылдан 2 мерзімге емес, 7 жылдан сайланатын болады. Жоқ, Қазақстандағыдай 7 жылдан 1 мерзімге емес, 7 жылдан 2 мерзімге, яғни 14 жылға сайланатын болады. Ал қазіргі президент Шавкат Мирзиевтің осыған дейінгі атқарған уақыт өтілімі жоққа шығарылып, нөлге теңестіріледі. Сонда енді Шавкат Мирзиев алда тағы да 7 жылдан 2 рет сайлану құқығына ие болды. Қалай дерсіз? Бұл Шавкат Мирзиевтің қолынан қалай келді? Енді осыны талдасақ. 30 сәуір күні Өзбекстанда жалпы халықтық референдум болып өтті. Бұған орталық сайлау комиссиясының мәліметінше жалпы халықтың 84% қатысқан. Ал дауыс бергендердің 90,23% президент Шавкат Мирзиевтің реформаларын қолдап дауыс берген.